31-ге толамын, 30-тан 30-та біз. Bir açık var mı? Bir açık. Құрдасым. Маған жазады да арманмен Kaya isim ойнамаңыз. aç. Май. Sen şık olsun. Ayттım. Текі қай? 31'ge толып алдым ғой, кеше болды туған күн. 14. Йо, туған құтты болсын. Братан. Жарты жылға кішкентай екен ғой. Şık olsun ғой. Болды. Мадина топ дейді. Макс. Маған айтады, арманмен ойнамаңыз, арманда мықты адамдар отыр деп. Адамдар қорқытып жатыр, дұқталып. Жоқ, жау жүрек мың балада. Ойнағаннан сен қитсың ғой. Мен сен сөзге сен қолыңды алмаған арман еді. Өзім арманым ғой, бірақ сен арман едің. Ой, арман қой, родной. Иә. Сундукқа қосыламыз, жігіттер, қыздар. Тіркелеміз. Біз Арманмен не баяғыдан таныспыз. Арман өздеріңіз білесіз, Мұстафа Өзтүрік деп шығады. Біз сол залданбыз, Мұстафа Өзтүрік залынан. Иә, асқан бауыр ғой. Брат, мына сендер ойнап қайда үйде жатқан бала едік қой. Дым істемейші. Сөз үшін қызыққан, мән осы асылқан сияқты. Знаменитый болсам екен деп ше. Жоқ, КВН-ға да алмай қойған мені. Хорға да барған, мектеп дауысың жоқ деп шығарып жүрген. Спортқа сол анау Асылхан анау Мұстафа Өзтүрік залына барғаннан кейін мен де бардым ғой, Асылханға еліктеп ше. Содан кейін жай қалаумен. Қалжыңдап отыр. Әдемі мен Асылхан байыз едім. Несі фанат едім, байыз деппін ғой. Ал сөзка жазып амансыңдар, арман дейді. Бірінші Асылхан жазу керек, арман деп жазу керек та, Асылхан звезда ғой енді. Брат қойшы. Ассалаумағалейкум, рахмет. Бұйырса, көктемде шығады, немесе май айында жазға таман спецназ, Бүркіт деген фильм шығады спецназдар туралы. Анау, бір ретте интернеттерге жаңалыққа шығып кетті ғой, бір кабанды аударған. Иә. Сол біздің фильмнен ғой сол, Беркуттан. Айтып тұрмын ғой, сен простой емес жігітсің ғой, негізі өзіңше, былай табиғатың. Астан, топтарға тіркеліп отырамын. Прикол қоймайды, арман бар ғой. Баяғыдан осындай ғой. Мен шын айтып тұрмын ғой. Сен Ақжолда уақыт жоқ. Секрет болмаса ше, сол Беркутқа қанша гонорар алдың? Коммерческий секрет, брат. Өзіңе жеке айтам. Жоқ, халық білсін енді, мысалы халыққа мотивация болсын. Қайрат аға, рахмет. Мен 17 секунд қалды. Беркутты айтпай ақ қойын, анау неге финансист деген фильм болған. Финансист деген фильмнен алған бір айдай түсіп, $20,000 алдым ғой сол. О, дастан, рахмет. $20,000. Бір айға $20,000. Сен ойлаш, мен $5,000 әлі төбелес жүрмін. Ол баяғыда болған. Қазір ондай неміз жоқ ғой. Қазір түсіп кетті ғой. Өтірік актер қалай жағдайды? Жақсы, рахмет. Өтірік актер. Рахмет, жақсы. Қайдағы өтірік? Біз өтірік байыз десе, мен келсем да. Матч-реванш кейін болады, родной. 2-1 болып тұр қазір. Все, от души. Рахмет. Все, родной. Көрсеміз. Все, брат, аха. Аман бол. Рахмет, өзіңде.